Вау, не деген круассандар, дауысын тыңдаңыздаршы. Иә, осындай круассандарды менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін бізге ұнды дайындап алдым. Үстіне тұз, қант және де ашытқымызды саламыз. Енді барлық ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Бұл жерде бізде тек құрғақ ингредиенттер. Одан кейін үстіне сүтімізді құямыз және суымызды құямыз. Ол екеуі де жылы болуы керек. Осылайша қолымызбен қамыр илеп аламыз. Қамырымызға үстіне осындай сары майымызды саламыз. Негізі кішкене сары май қатты болғаны дұрыс болады. Менде бұл жерде қаттырақ еріп кетті. Үстіне қосамыз қамырымыздың. Менде қамыр сәл қолға қатты жабысатын болып шықты. Сондықтан мен дағы үстіне ұн қосуды дұрыс көрдім. Үстіне ұн қосып алдым. Одан кейін жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізге қарай қоссаңыздар болады. Осындай жұмсақ әдемі қамырымызды илеп холодильникке салып қоямыз. Ары қарай бізде енді ортасына салатын майымызды дайындаймыз. Холодильникке жарты сағатта қалдырамыз. Мінекей бізде май осындай ыңғайлы салафанға салып алдым. Май бізде бұл жерде сәл қаттылау болған жақсы. Осылай бірдей көлемде қылып жайып аламыз. Келесі кезекте енді холодильникте тұрған қамырымызды шығарамыз. Ұн сеуіп осындай формаға келтіреміз. Төртбұрышты сияқты форма болды бізде. Осы қамырымызды енді әдемілеп жайып аламыз. Мінекей, бұл жерде қамырды жайып алдым, енді майды шығардым. Бұл майды сіздер морозильникке қойғандарыңыз дұрыс болады. Себебі ол қаттырақ қатады. Мұнда мен холодильникке салдым, май дұрыс қаттып үлгерген жоқ. Сондықтан морозильникке салуды кеңес беремін. Осылай конвертик ораймыз. Енді жайғышымызды алып, видеода көрсетілгендей әдемілеп жайып шығамыз. Осындай қимылдармен аккуратно жайып аламыз. Осындай конвертке орауды 2-3 рет қайталаймыз. Одан кейін морозильникке салған дұрыс негізі. Морозильникке 1 сағатқа қалдырамыз. Осылай морозильникке шыққаннан кейін қамырымыз қаттылау жайғанға ыңғайлы болады. Енді видеода көрсетілгендей қамырымызды жайып аламыз. Негізі қамырымызды морозильникте суық жерде сақтауымыздың себебі ол құрамындағы дрожь көтеріліп кетпеу керек. Ол пісіру барысында расстойка кезде көтерілсе, ол круассанымыздың сол ерекшелігі болып табылады. Сондықтан морозильникте, холодильникте ұстағанымыз дұрыс болады. Мінекей біздің круассанымызды осындай оңай қимылдармен ораймыз. Осындай әдемі формалар бізде дайын болды. Мінекей. Енді осылай формамызға келтіріп, расстойкаға қоямыз 1 сағатқа. Бетіне осындай жұмыртқаның сарысын салып, жағып, пешімізде пісіріп аламыз. Бізде осындай керемет круассандар дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.